Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен бірге сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Пирогымызды дайындауға керекті ингредиенттер: май, қант, бір жұмыртқа, қопсытқыш ұн. Ең алдымен қопсытқыш пен ұнды електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне қантты саламыз және де майды саламыз. Осылай қолмен араластырып, май мен ұнды біріктіріп, майда ұнтақ жасап аламыз. Біздің тестамыз песочный болу керек. Міне осылай қолымызбен үгіттеп, майдалап аламыз. Және үстіне бір жұмыртқа саламыз, араластырып, жақсылап. Қамырымызды илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды жарты сағатқа морозильникке салып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Сметана, 20% қант, 4 жұмыртқа және ванилин. Ыдысымызға сметананы саламыз. Үстіне қантты саламыз. 4 жұмыртқамызды саламыз. Вилкамен немесе венчикпен араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Және дәмін келтіру үшін ванилин саламыз. Пирогымызды пісіргенге осындай формамызды дайындап аламыз. Менде осындай кольцо 24 диаметрлік. Өздеріңізде басқа форманы қолдансаңыздар болады. Қамырымызды алып, формамызға жайып шығамыз. Шеттеріне осылай бортиктер жасап шығамыз. Салмасын құйып, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Видео рецебім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.